Қазақстанда әрбір үшінші жасөспірім құрдастарының тарапынан қысымға ұшырап, буллингтің құрбанына айналады. Ең сорақысы, мұның арты өліммен аяқталуы да мүмкін. Жасөспірімдер арасында қылмыстың қалай алдын алуға болады? Осындай тақырыпта Мақтаарал ауданында аудандық полиция қызметкерлерінің қатысуымен жастар форум өтті. Қазіргі таңда өмірге көзқарастары толық қалыптаспаған жастардың арасында қылмыстың жасалуы жиі кездеседі. 2023 жылы ауданда жасөспірімдер арасында 5 қылмыс фактісі тіркелсе, 2024 жылы 2 қылмыс фактісі тіркеліп жауапкершілікке тартылған. Мұндай фактілерді болдырмау мақсатында ағымдағы жылы аудандық полиция бөлімінің атқаратын жоспарлары ауқымды. Аудан әкімдігі, прокуратура, полиция қызметкерлерінің арасында бірлескен құқық бұзушылықтың жолын кесу мақсатында үлкен іс-шарамыз жоспары бекітілді. Іс-шара жоспарына сәйкес біз ұдайы түрде рейдтік іс-шаралар, мектептерге барып осындай оқушыларға сабақтар өткізіп, олармен сұхбаттасып ашық іс-шаралар атқарамыз. Қылмыстың жасалуына жастардың криминалдық ортада өмір сүруі де ықпал етеді. Жастардың арасында қылмыстың көп жасалуына ол отбасындағы берілген тәрбиеге, ата-ананың балаға көңіл бөлуі де байланысты. Әрбір отбасында ата-ана өсіп келе жатқан жасөспіріммен жақын сөйлесіп, мазалаған ойларын біліп, айналасындағы достары туралы хабардар болып, проблемаларын шешуге көмектесуі керек дейді сала мамандары. Мадина Нұрланқызы, Біржан Нұрланұлы, Ғани Бекбаев, Мақтаарал ауданынан.